Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Али KZ және де менің командам бұл Мико, Нұрсұлтан және де Жансөк деген жігіттер достар. Бүгін біздер өткендегі видеодағы, яғни Велигайдағы видеодағы Әдөк деген жігіт бар ғой, сол жігітті бүгін пранк жасап қорқытайын деп отырмыз. Яғни маған көмектесетін жігіттер өте қатты пранк болады достар. Сондықтан плюс 18 жастағылар қараңыздар, а то төмендегілер ата-аналарыңызбен бірге қараңыздар. Солай ма жігіттер? Солай. Так, біздер енді дайындап қойдық, яғни мана историяға салған болатынбыз, солай қорқытамыз деп. Ол бізді мүлдем білмейтін бала, яғни ютубқа да көп кірмейді вообще. Енді соны деген біз Елес болып қорқытайын деп отырмыз, яғни Елестің рөлін Мико деген жігіт ойнайтын болады. Осы жігіт Елес болады. Елестің түрін көрсеңіздер достар, менің өзім қорқып кеттім. Өзім қолдан жасадым, краскілеп, мана Нұрсұлтан екеуміз жасадық. Енді сол сәтті болады деген ойдамыз достар. Сондықтан сіздер смело лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Қазір біз деген Әдөкке звондап көретін боламыз. Ол яғни жұмыста ма еді жігіттер? Жұмыста бүгін денде. Деннен кешке келе ма? Келеді, кешке келеді, хабарласып. Давай хабарласып көрейік достар, звондап көреміз қазір. Сіздер де естіп отырыңдар. Әдөк, егер жүрек жарылып жатса, бізді кешір жігіттер, барып тұр ал. Алло. Әдөк, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Ассалям. Не хабар? Не хабар? Аман, не хабар братан өзіңде? Ой, аман есен, тыныш. Не ғой Әдөк, саған бір өтініш бар? Ау, айтық бар. Қайдасың сен? Жұмыстасың ба, үйдесің ба? Мен жұмыстан келіп отырмын, Теңгедегі келіп отыр едім. Жұмыстан келдің ба? Шығаласың ба сен барсам? Шығалам ғой братан. Шай тамақ ішіп болып жатыр едім. Шай тамақ ішіп болып. Не ғой Әдөк, бір жерге барып келу керек. Қаршы, қай жерге? Қай жерге болғанда бір алыстау жерге, бір өзеннен, яғни қаладан шығып кетеміз да, жаңа бір братан бар еді ғой. Сол братан бұзылып болған машинасы, соған бір кілт әкелу керек та, мен қасымда ешкім жоқ, енді соны сенен басқа сол сен алып кетейін деп едім ғой, бәрі бос емес, жұмыста. Қаршы, келші бады 15 минуттан бұйырса. Қайдасың сен? Теңгедегі үйдесің ба? Теңгедегі үйдемін. Неше минуттан? Бір 10-15-20 минуттардан келе берші. Давай, сен киініп дайын отыр онда. Қаршы. Давай. Вот, жігіттер, іске сәт, ол мен тыңдайтын бала, сондықтан қызық болады деген ойдамыз достар, оның эмоциясын көреміз, яғни мына жерге алдымызға, яғни бір камераны қоямыз, арттан бір жігіт қазір тығылып отырып түсіреді, яғни мына жақты түсіріп отырады, өзі мына жерге алдына отырады, яғни, содан кейін достар, бізді бір камера алдынан түсіріп отырады, короче, енді қалай болса да білмеймін, ал достар, көреміз ал. Смело лайктарын басыңдар, сәттілік бізге. Керемет. Нұрсұлтан. Әдөкке келдік ай. Әдөк тұр міне. Ассалаумағалейкум. Әдөк, қалай тоңып қалдың ғой? Уалейкум ассалам. Жаман тоңып қалдым. Жаңа жолдан кетем ғой. Сен алып кетейін деп та. Нұрсұлтан шығып тұр ғой. По пути. Үйге апарып тасташы дейді. Жоқ, үйге емес, біз бір басқа жаққа барамыз деп сол. Не жаңалық? Ремонт ағылар? Жұмыстан шығып жатыр едім, шай тамақ ішіп. Іштің ба? Бәрі нормальный ғой да? Нормальный. Братан звондайды да. Бұзылып қалдым, келші дейді. Оның аяқ жағынан кілт алып кел дейді. Жоқ, кілт керек болады. Мотор жағынан ғой. Машина хабар жоқ, братан. Хабар жоқ. Жұмыстан келіп жатсың. Денен келіп отыр едім. Дағы салқындап кетті өндеші. Пеш қосып кетір кәдімдей. Шағына, тоңып қалдым ба, қызыммен сөйлесіп отыр едім. Қызыммен? Қорқынышты ғой мына жер. Нормально, машинаға тұрып жатыр. Олар емес ау. Сыртқа шығып алғым көреді, туалетке. Қош? Сен шыққың келіп тұр ма? Жоқ, нормально. Ар жағына тоқтайық кішкене. Қысылып тұрмын. Үш жерге тоқтайын ба? Тұр осы жерде. Жолға тұра берейікші, давай. Сразу 5 секунд болды. Давай, барып қайт тездет. Тез барып қайтшы, бұл бар екенде күтік бар. Басқа не хабар, не жаңалық? Қой, аман не хабар батырмыз. Қой, аман тыныш бізде де. Өткенде нені көрдің ба, вайынды?
Ой, вайн деппін ғой, короче, өткенде видеоны көрдің ба? Көрдің ғой, братан. Күш шыққан ба? Дерс шыққан ғой. Әдейім Дерс түсіреміз ғой, братан. Дерский видеолар жасаймыз ғой. Аваринг жақпай енді. Аваринг жақпай. Қазір сообщение жазайын, братан. Кімге? Бар. Қызыңа ма? Салқында да олмыстан буран. Негізі деген бұл жолда бар ғой жігіттер. Естідіңдер ма? Баяғыда деген адамдар деген талай кеткен ғой осы жолда деген авария болды да. Кейбір адамдар андай көмілмей қалған дейді. Кейбір адамдар андай елес болып әр адамға көрінеді дейді. Өтірік па шынын білмеймін мен. Бірақ осындай сондай естідім да адамдардан. Жолда көрінеді. Жолда көрін жаңағыдай енді сол көрінейін деп тұрған зат па или білмеймін. Көрініп тұр, апа сен қорқып кеттің. Ондатты көрмеген, брат, бля, жаман қорқаймын он заттардан болу. Солай ма? Көрмей-ақ қойып он заттар. Апа сен тарасқа түнге шығу болмайды ғой, тарасқа. Болмайды. Түнге қарай жаман тарасты. Тұтан, братан, көріне ма машина, көрінбей ма? Келдік па? Ойбай, тұра тұр. Не болды? Жүрмей қалды онан. Сол жүз дұрыс. Салынбайды. Тоқтайықшы, тұра тұршы. Істемей тұр. Іркі-біркі баттыр ма? Бензинді қара сен, Газ жоқ, бензин. Қарамаппын ғой мен, жаңа үйде жатқадамын менде негізді. Неге не істейміз? Басы берме, братан, бітіресің бензинді. Басы соқ, кім бар? Балдар қайда, сақыр екен. Соқ, сақыр. Сет жоқ, Кімде бар тем более сет жоқ мынаған қара. Қош? Билайн кімде бар, Билайн. Жаңа братанға соғу керек болды ғой. Билайн басталмай болды. Бензинді де қарау кетіп. Осы не ма? Мына жерде деген негізі әулие бар ғой, білесің ба? Мына бір жерлерде емес да, былай бұрылғанда. Мына жерде әулие бар. Білмеймін, қауам жоқ. Сол жерге негізі көмілген адамдар көрінеді дейді ғой негізді. Әңгіме болса енді, түн болса енді, әңгіме болса айтып отырайық. Айтып отырайық, кішкене енді қызық болсын, уақыт өтсін. Братан да келіп қалар. Сол, короче деген баяғыда бір дос балам айтады да менің. Осы жерде келатқан ғой. И қасындағы адам ішіп алған да, кішкене пиво сондай ішіп алған. Екеуі келе жатқан ғой осы трассада машинамен. Бір кезде ана дейді. Арғы жақта тұр дейді ғой, прикинь. Аппақ қыздан андай. Шынымен деймін, жанды екен ғой. Дәм бұлса тұр, қудырт жүрген ғой. Жоқ, шынымен осы жерде тұр дейді да, мен солай естідім өзінен. Жаңағы, бірақ біреуіне көрінген, біреуіне көрінбеген дейді да. Короче, жаңа водитель ішпегенге көрінбеген, андай, білмеймін, ішпегенге көрінген ба, көрінбеген ба, или мына водительге көрінген ғой, короче да, сау адам ғой. Жүріп бе атқан, бір кезде фарға тұр дейді да, аппақ болып бейті страшный дейді. Сенесің ба сен сондайға мысалы? Мен де что-то дұрыс сенбедім да, сосын мә деп ойлап қоям, ема мынау қалай бұл деп. Содан кейін анау жаңа дос балам Айбек деген басқан ғой газды да, тіреп отқан, мына қаптан шығып жатыр дейді ғой, жаңағы сондай скороспен жатыр дейді ғой. Енді өтірік па шын ба білмеймін оны. Тоңып тұрмын, пештер жоқ дейсің онда, енді істейміз. Қарақпай деймін мен сыртқа шығып. Қараш, машина, капотын ашып газ қоясың ба, білен қылшышқыз машина. Қан ұстың, амазың. Алып кетті, жолға шығып тұр. Не жүріс басқан? Үйде жатқан жұмыс. Ой, біреудің дауысы шыға ма бірдеңе. Қойшы, братан. Болмайды. Бірдеңен дауыс шығады, серьезно. Қойдеймін, братан. Қудырмаш, братан, қойшы. Тыныш отырайық. Шықпаш бір дала, шығасың ба? Қорқасың ба? Қорқам, шықпайын. Қорқасың ба десің сол? Қорқам деймін. Бекер келдік ау деймін де. Тасақ күтім өт, братан, бензин бітіп отса, несін өтіреді. Қайдам қарамаппын ғой мен, срочно кел деді, сосын басып едім ғой. Шашып отырмын, братан, сендерді. Жұмыстан келіп мен машинамен кету көреді ғой, братан, айтуым көреді ғой. Не істейміз, кету көреді, маған қап қолым тұр, фармда сүндіп тұр, сендер, братан. Жаңағы да, мысалы да, жаңағы теманы қозғайшы. Қозғаш. Енді ішіпсіз отыр ғой сірә. Мысалы алдымыздан да бүйтіп, қара, бүйтіп та, мысалы, фарды жағам да, ана елес тұрса да. Қойын наху, брат. Қой сенбейсіңдер міне.
сыбайлис қой Өмірде жоқ өмірде жоқ зат болғанмен тұрса да мысалы бүйтіп жағам да иә жоқ та уже да ема кәдімгідей жаққанда кәдім сөйтіп кәдім тұрса не қыл дейсіңдер білмеймін братан тұрса тұрады қара тағы да бүйтіп жағам да қайсы түріңді көрейікші, түрің дұрса жақыннан көрейікші. Мен айқайлайын деп тамағым ауырып қалды, жүр жарыққа келші. Жарыққа. Әдөк, бергел ей. Бергел. Ана шок кәдімгі наңғыры. Ема достар. Бағызар жоқ қорқытасың екен ғой. Мынау достар, мен дауысты қарашы, қалай өзгеріп кеткен айқайлаймыз. Кукласын түрін қара. Ема-ма. Коқтан көрсетші тұрса, ұстап тұршы жолдың бойына. Әдөк, тоқта, ар жағында әуле бар, ей. Шынымен шығады қазір, ей, бара берме о жаққа. Шыны келеді қазір. Не праздник, ей, Мико. Так, достар, осымен біздің празднигіміз бітті. Өте керемет болды деген ойдамыз. Біздің жігіттерді қараңыздар. Ат салысқан жігіттер бұлар барлығы. Так, Әдөкке әкелші камераны, Әдөкке әкелші. Әдөк, ал. Эмоцияңды айт, қалай болды? Сендің ба? Ең сенетін болдың ба? Аман шошыдым. Дауысымды қара, мен дауысым өзгеріп кеткен ғой, кәдімгідей базар жоқ. Дымой жоқ қой. Келесіде смело басқа видео болады, тағы да осындай қорқынышты барлығымыз бір қараңғы жерлерге кіретін боламыз. Сондықтан сіздерден өтініш, лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Давайте, достар, жігіттер. Давай.